Сәлем достар, монтаж шоу каналыма қош келдіңіздер. Ең алдымен тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мен үйде отқан қарапайым келіншекпін. YouTube каналынан табыс тапқым келеді. Сіздердің қолдау күтемін. Ең әдемі креативті видео үйретемін. Менің YouTube каналым. Осыған тіркеліңіздер. Мен сіздерден қолдауларыңызды күтемін. Дәл осыны әдемі видео түсіргіңіз келсе, ең алдымен өзіңіз видеоға түсіп алуыңыз керек. Мен алдына түсіп қойдым, өзімнің YouTube каналымна қалай кіру керектігі туралы айтылған. Бұл жерде күнделікті кіріп жүрген CapCut приложениесіне кіреміз, видео добавить етіп аламыз, күндегідей жасап жүргенімізді. Егер білмесеңіз, алдыңғы видеоларда көрсеттім қалай добавить етуді. Осылай алғаннан кейін, мысалға сіз тамақтың рецептін осылай қолмен көрсетуіңізге болады, немесе басқа видеоларыңызды осылай өзіңіздің фантазияңызға байланысты жасауыңызға болады. Осылай керектігін артық жерін осылай қиып аламыз. Ортасынан керек болмаса ортасында қиып алуға болады. Мен оның бәрін көрсеткенмін алдыңғы видеода. Мен сіздерге көп уақытты алмайын деп, тек дайындап қойғам видеоны, тек соңғы жағы қиып көрсетіп жатырмын. Міне дайын болды. Енді сіздерге қайталап көрсетіп жіберейін. Енді осы жерден біз текст жазу керек, қолымыздың көтерген жерінен бастап. Өткен мен монтаж шолу деп жазып жатырмын. Сәйкес келу керек та, қолымызбен жазған жазуымыз. Міне монтаж шолу деп жазып жатырмын. Осы жерден шрифтін, эффектісін, анимациясын бәрін реттеп алуымыз керек бірден. Немесе артынан реттеуге де болады. Мен бірден реттеп кетіп жатырмын. Өйткені көп уақыт алады. Өзіңіз ұнаған шрифтті осылай таңдайсыз. Енді эффектіге кіреміз. Эффектте бұл жерде сіздің фоныңызға байланысты таңдасаңыз болады, немесе өзіңізге әдемі көрініп тұратын эффектін таңдайсыз. Сізге байланысты жасап отқан. Енді осы жерден анимациямен бірден қоя салдым, өйткені алдыңғы неде көрсеттім видеода барлығын қалай қою керектігін. Енді осылай мына жерде қолымыздың көтергенге дейін әкеп қоямыз, созып. Енді келесіне қазір басқа видео саламыз. Осылай сохранять етіп аламыз, міне дайын болды. Сақтап болғаннан кейін CapCut'тан шығып кетеміз де, қайтадан біз жазған тексті добавить етіп аламыз, міне. Енді осы жерге екінші астына видео түсіру үшін наложениеге кіреміз. Наложениеге кіргеннен өзіміздің бірінші түскен видеомыз бар, текст жазылмаған, сол видеоны әкеп қоямыз. Екеуін уақыттарын сәйкестіріп аламыз. Енді мына үстінен басып, бүйтіп үлкейтіп аламыз бірдей қылып. Енді уақыттары бірдей болу керек, біреу ерте, біреу кеш болса сәйкес келмей қалады. Екеуін уақытын бірдей қылып аласыз. Екінші видеоның үстін басып тұрып, қиып аламыз керек емес жерін. Міне, мен бірдей қылып алдым. Енді удалить фонның үстін басып, міне өшіріп аламыз. Өзі өшіріп береді. 1-2 минут күтеміз. Міне фонымыз дайын болды, удалить етіп. Міне, сіздерге қайттан көрсетейін. Артынан қолым көтерген жерім бастап сөз шықты. Осылай келтіріп аламыз. Енді келесі видеоны салуымыз керек. Ол үшін қолымыздың тура келген жеріне әкеп қоямыз. Міне. Осылай енді осы жерден наложениеге кіреміз тағы.
добавить деп мен видеоны алдын ала дайындап қойдым сіздерге. ютубқа қалай кіру керектігін менің канал атымды сіздерге көрсетіп жатырмын, мысал ретінде. Өздеріңіз басқаша жасасаңыз да болады. Мен мына жерге қолымның үстіне әкеп жылжытып аламын. Жаңа добавить еткен видеоның үстін басып тұрып, міне осылай ыңғайлап аламыз, келтіріп. Енді скринкаға кіреміз. Скринкаға кіргеннен кейін өзіңіз таңдайсыз керектігін. Қайсысы сәйкес келеді, фонын қалай көрсететін, жазуларын бәрін. Былай жылжытып аласыздар көрсетіп, міне. Үстен басып мына үлкейтесіз. Қолыңыздың турасын бүйтіп келтіріп аласыз ғой. Міне көрейік қайттан бастап. Міне осылай. Енді екіншісіне осылай көтеріп аламыз. Жазуды бүйтіп жазған сияқты көрсетуіміз керек. Асықпай істейміз. Үшіншісі тіркелу. Енді басын бастап көрсетейін сіздерге бір қалай шыққан. Енді бәріңіз білесіздер, қалай ютубтың қоңыраушасын қою керектігін. Егер сіздің жаңа салған видеоңыз дұрыс болмай қалып жатса, қолыңыздың икемі келмей қалып жатса, міне домалақ ақ тұр ғой. Соның үстін бассаңыз, қайттан кіресіз мына видеоның ішіне. Қайттан жөндеп, қолыңыздың ретін келтіріп алсаңыздар болады. Міне мына жерде неге дұрыс болмай қалған. Енді осы ақтың үстін басты, міне осылай жөндеп аламыз. Әр видеоның үстін басып отырып жөндейміз. Мысалы, келесі видео үстін басып, міне осылай дайын болды. Енді ютубтың қоңыраушасын қоюды көрсетейін. Наложение добавить деп басамыз қайттан. Өшеден видеоңыздың ішіне кіріп, тартып қойған болсаңыз, осыны таңдап аласыз. Жетесізде добавить етіп аласыз. Добавить еткеннен үстін басып тұрып, хромакиге кіресізде. Мына жасылды домалақ тұрсын ба, жасылдың үстін қоясыз. Екінші тұрған интенсив деген бар, соның үстін басып, былай жылжытасыз, міне. Өзі өшіріп дайындап береді. Енді осының видеоның үстін басып тұрып, мына қолыңызбен жылжытасыз. Келтіріп аласыз. Осылай дайын болды. Дайын болған видеоны сохранить етіп аламыз.